Алматы облысының кезектен тыс 9 сессия отырысын ашық деп жариялады. Бүгінгі сессия отырысына Алматы облысының әкімінің орынбасары Құдайберген Қожан кеңесұлы қатысып отыр. Сонымен қатар облыс әкімінің орынбасарлары мен аппарат басшысы, облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы, Алматы облысының департамент және басқарма басшылары, Қонаев қаласының әкімі, қалалық мәслихат төрағасы, бұқаралық ақпараттық құралдарының өкілдері сессия отырысына қатысуда. Сессияның күн тәртібінде үш мәселе. Бірінші мәселе Алматы облысы Қонаев қаласының шекарасының шегін өзгерту туралы. Екінші мәселе препаратпен қамтамасыз ету туралы. Құрметті әріптестер, күн тәртібіне енгізілген мәселеге қатысты ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ. Күн тәртібі бекітілсін дегендеріңізді сіз дауыс беріңіздер. Қарсы, қалыс, жоқ. Күн тәртібі бекітілді. Сессия жұмысының келесі регламенті ұсынылады. Баяндамашыларға 15 минутқа дейін, сөз сөйлеушілерге 3 минутқа дейін. Сөйлеуге бастау сөздер бар ма? Жоқ. Мәселе дауысқа саламын. Ұсынылып отырған регламент бекітілсін дегендеріңізді дауыс беріңіздер. Қарсы, қалыс, жоқ. Регламент бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші, екінші сұрақ бойынша сөз Алматы облысы Қонаев қаласының шекарасының шегін өзгерту және Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы баяндама жасау үшін сөз облыстық сәулет және қала құрылыс басқармасының басшысы Мұсылманбеков Болат Аманжолұлына беріледі. Құрметті Нұржан Кеңесұлы, Ерік Әзілханұлы, құрметті депутаттар, бүгін біздің сәулет басқармасының екі сұрақ ұсынамыз. Бірінші, Алматы облысы Қонаев қаласының шекарасының шегін өзгерту туралы. Екінші сұрақ, Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы. Бірінші бойынша, Қонаев қаласының шекаралы шектері өзгерту Қазақстан Республикасы жер кодексінің 108 бабының 3 тармағына Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы Қазақстан Республикасының заңының 11 бабының 2 тармақшасына сәйкес және Қонаев қаласы әкімдігі мен мәслихатының бірлескен ұсынысы негізінде жалпы ауданы 10.962 гектар жерді Алматы облысы ірі ауданы Жетіген ауылдық округінің шекарасына беру, жалпы ауданы 307.864 гектар Қонаев қаласының шекарасына белгілеу. Екінші сұрақ бойынша Қазақстан Республикасы жер кодексінің 108 бабының 3 тармағына Қазақстан Республикасы әкімшілік аумақтық құрылысы туралы Қазақстан Республикасы заңының 11 бабының 2-3 тармақшасының сәйкес және ірі талғар аудандары әкімдіктері мен мәслихаттарының бірлескен ұсыныстары негізінде Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы. Талғар ауданы бойынша Дәулет, Қайрат ауылдарынан Қайнар ауылдық округінен және Қайнар, Нұра, Тұздыбастау ауылдық округтерінен тұратын әкімшілік аумақтық бірліктерді ірі ауданының шекарасына 12.053 гектар жерге беру жолымен Талғар ауданының шекаралары өзгертілсін. Жалпы Іле ауданы бойынша Іле ауданының шекарасы Талғар ауданының Дәулет, Қайрат ауылдарынан және Талғар ауданының Қайнар, Нұра, Тұздыбастау ауылдық округтерінің жерлерінен тұратын әкімшілік аумақтық бірліктерді Іле ауданының шекарасының құрамына енгізу жолымен Іле ауданының шекарасы өзгертілсін. Іле ауданының жалпы ауданы 802.698 гектар шекара белгіленсін. Үшінші тармақ бойынша бірлескен шешім негізінде Іле ауданының ауылдары Дәулет, Талғар ауданының Қайрат, Заречный ауылдық округі және Арна ауылдары, Қонаев қаласының Заречный ауылы, Қоянқұс, Ынтымақ, Жаңадау, Жаңаталап, Құйған, Жаңарна, Еңбек ауылдары таратылады. Төртінші тармақпен Жетіген ауылдық округі жалпы ауданы 77.038 гектар Іле ауданының Жетіген ауылына қайта құрылады. Құралатын Алатау қаласының
жалпы ауданы 88.000 гектарды құрайды. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақтарыңыз жоқ болса, құрметті депутаттар, Алматы облысы әкімдігі мен Алматы облыстық мәслихаттың бірлескен шешімдерінің жолы сіздерге жолданған болатын. Алып қосарларыңыз бар ма? Мәселен, дауысына қоямын. Қарсы? Қалыс? Жоқ. Шешім қабылданды. Рахмет, Болат Аманжолұлы. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі 3-ші сұраққа көшейік. Сөз кезегі Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысының міндетін атқарушы Иманғали Елубаевқа берілген. Есіңіздің болады? Саламатсыз ба, Оңғарсын Алғабекұлы, басқарма басшысы орынбасары. Құрметті Нұржан Кемесұлы, Ерік Әзілханович, Еңбекші Қазақ ауданында 1983 жылы туған қанның қатерлісімен алатын науқасы Жанарбектің аталған дәрілік затты өмірлік қажеттігін ескере отырып, қалыптасқан үнемдеу сомасының есебінен жергілікті атқарушы орган арқылы қамтамасыз етуді ұсынып отырмыз. Осы уақытқа дейін клиникалық протоколдарда бар дәрілік заттардың барлығымен ем жүргізілген. Алайда диагнозына сәйкес дәрілік заттарға сезімталдықтың болмауына байланысты емнің әсері ол қанды болмаған. Бұл науқас бізде 2 рет ем алған Алматы облысының онкологиялық орталығында бірінші, екінші сызықпен ол ем ешқандай нәтиже берген жоқ. Сондықтан да Қазақ онкологиялық радиологиялық ғылыми зерттеу институты комиссиясының шешімімен паллавий дәрілік препараты халықаралық патентімен полотизумаб бетадин ұсынылды. Осы препаратпен уақытылы қамтамасыз етіп 5 жылдық өмір сүруге қол жеткізуге мүмкін береді деген тұжырым болған. Полотизумаб бетадин дәрілік препараты орфандық аурулар мен олардың емдеуге арналған дәрілік заттардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің 142-ші бұйрығына сәйкес орфандық ауру емдеуге арналған тізбегіне енгізілмеген. Яғни бұл ауру орфандық емес, жетім ауру болып табылмайды. Бірақ осы пациенттің ағзасы бірінші, екінші сызықтағы препараттарды қабылдамайды. Белгілі бір аурулары бар Қазақстан Республикасы азаматтарының жекеленген санаттарын тегін және жеңілдікпен амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының министрінің 75-ші бұйрығына кірмеген. Яғни амбулаториялық жағдайымен де бұл препарат берілмейді. Сондай-ақ бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін айқындау туралы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің 88-ші бұйрығына кіргізілмеген. СК фармацияда бұл препаратты онкологиялық орталыққа жеткізбейді, өйткені ол жерде препараттар бірінші және екінші сызықтағы препараттар жеткізілді. Паллавий инфузияға арналған ерітінді дайындауға арналған концентрат лимфозиялы 140 мг дәрілік препараты Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярының құрамына кіреді. Қазақстан Республикасының халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы номер 360 кодексінің 12-ші бабының 1-ші тармағы 5-ші тармақшасы облыстың республикалық ішінде дәрілік заттарды мамандырылған емдік өнімдері, медициналық бұйымдар амбулаториялық емдеу кезінде Қазақстан Республикасы азаматтарының жекеленген санаттарына тегін немесе жеңілдік шарттармен қосымша беру туралы шешім қабылдайды. Бұл жерде құзырет туралы жазылған. Сонымен қатар осы кодекстің 246-шы бабының 1-ші тармағына медициналық көмектің ең төмен базалық және қосымша көлемдерін көрсетуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу сәйкес медициналық көмектің ең төмен базалық қосымша көлемдерін көрсетуге арналған дәрілік заттар халықаралық патенттерінің атауларымен, ал пациенттің жеке көтере алмау жағдайында дәрігерлік консультативтік комиссияның қорытындысы және облыстың республикалық маңызы бар қалалардың және Астана жергілікті өкілдік орган шешімінің негізінде Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар саудалық атауларымен сатып алынады деп көрсетілген. Компоненті дәрілік заттар алынады.
Қазақстан Республикасының бюджет кодексінің 54 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына, 54 бабының 3 тармағына және 85 бабының 9 тармағының 1 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республика халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 196 бабының 4 тармағының негізінде Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасының 041 облыс орган өкілдері мәслихат шешімі бойынша кепілдірілген тегіс медициналық көмекті қосымша қамтамасыз ету бағдарламасының 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы 142 дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы өзге құралдарды сатып алу ерекшелігі бойынша өткізілген сатып алудың үнемдеу сомасы 23,5 миллион теңгені құрайды. Дәрілік заттың бір флаконы 140 мг бағасы Қазақстан ұлттық дәрігер формулярына сәйкес 5 миллион 122 мың теңгені құрайды. Науқас 2 айда 4 флаконмен қамтамасыз ету қажет. 4 флаконы 20 миллион 489 мың теңгені құрайды. Құрметті депутаттар, жоғарыда аталған мәліметтердің негізінде науқас Солтанхан Жанелбекке аталған дәрілік затты өмірлік қажеттерін ескере отырып, қалыптасқан үнемдеу сомасы есебінен жергілікті атқарушы орган арқылы қамтамасыз етуді сұраймыз. Назарларыңызға Рахмет. Құрметті әріптестер, бұл мәселені бюджет комиссия мүшелері 2-3 рет кездескен болатынбыз. Сонда экономика басқармасының мамандарымен тексеру комиссияның төрағасы Мейрам Ердәулетович қатысты. Жаңа денсаулық сақтау басқармасы да мамандары басшысы да қатысып талқылаған болатынбыз. 2-3 мәрте кездескен болатынбыз. Сондықтан жаңағы біздің ойымыз бұл жерден шығып отыр. Бұл мәселе заң шеңберінде нақты негіз болмағандықтан біз келіспейтінімізді жеткізіп отырмыз. Сіздердің ұсыныстарыңыз бар ма? Менде бір сұрақ бар еді, Ерік Әзілжанович. Мен сұрайын деп едім, жаңағы 4 флакон 2 айға жетеді. Ол сол 4 флаконмен емделіп кетеді ма сол бала? Және де кейін 2 айдан кейін тағы алу керек па? Содан жаңағы курс лечения қанша болады екен? Қанша ай, қанша жыл болады? Соны нақты беріңізші. Қазіргі таңда бізде 23,5 миллион теңге қаражат үнемдеу бар осы дәрі-дәрмектерді сатып алуға. Сондықтан біз 4 флаконды жылдың соңына дейін сатып алуымыз келіп отыр. Жалпы барлық курсқа бізге Казмер деп айтады, оның орталығына сәйкес 33 миллион қажет. Бірақ 30 жылға жететіндей ол біз үнемдеу сомасына осы қаражатқа сатып алуымыз келіп отыр. Жоқ, мен сізде сұрап тұрмын. Осы 4 флаконмен сол бала емделіп кетеді ме, емделмейді ме? Или жай бұл поддерживающий ма? Және де оны нақты емдеу үшін қанша жыл, қанша сонда флакон алуымыз керек? Сонда қазір мен түсінікше, қазір сіз 2 айға жеттіңіз. Ендігі жыл сонда 12 айға тағы қанша сонда? Тағы бір 100 миллион шығарамыз ба сонда? Оны мен ойымша жаңағы қор бар, Қазақстан халқына деген қор бар. Соған неге шықпайсыздар сіздер? Мен түсіндіре кетейін, Қазақстан халық қорына жалпы онкологиялық ауруларды емдеу үшін 15 препарат кіргізілген. Осы бірінші, екінші сызықтағы жоқ препараттарды бірінші, екінші препараттардан тыс. Бірақ осы политизинол сол Қазақстан халқына қорына кіргізілмеген 15 препараттардың ішіне. 16 препарат қол кіргізілуші деп біз өтінім жібердік. Енді жалпы 33 миллионға бізге препарат сатып алу керек. Бүгінгі таңда біз 20 миллионға сатып алып, қалғанын Қазақстан халқы қорына күтеміз. Сатып аламай. Немесе мысалы қасындағы родственниктер деп айтылды. Туысқандары жинап сол соманы өздері жинап алады. Рұқсат етсеңіздер, Мейрам Ердәулетовичке де хат жолдағанбыз. Бізге енді ақылдасып 2-3 мәрте кездескенім ғой. Сол хатта да дәрі-дәрмектерді сатып алуға жергілікті бюджет қаражатын бөлу, егер дәрі-дәрмектер тегін медициналық көмекке кепілдірілген көлемінің бекітілген тізбесіне кірсе, орынды болады деп санайды деп жауап берген болатын.
То есть жаңағы заң талабы бар ғой. Қазақстан Республикасының халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы 2020 жылғы 7 шілдедегі 12 бабының 1 тармақ 5 тармақшасына сәйкес облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді және атқарушы органдарының құзыреті облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдары тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін, оның ішінде дәрілік заттарды, мамандырылған емдік өнімдерді, медициналық бұйымдарды амбулаторлық емдеу кезінде Қазақстан Республикасының азаматтарының жекелеген санаттарына тегін және немесе жеңілдікті шарттармен қосымша беру туралы шешім қабылдайды. Бірақ бұл препарат жаңағы ГБНП-ға кірмейді, тегін берілетін жаңағы дәрі-дәрмекке. Сондықтан осындай жаңағы нақты ереже болмағандықтан біздің сондай қорытынды шығарады. Ойлайсыз? Егер ол жаңағы ГБНП-ге құрамына кіретін болса, онда бізден ақша ұстамайтын еді. Кірмегендіктен сұрап отыр. Тем более бұл кісіге осы ғана ең последний надеждасы осы ғана дәрі. Басқа біздің тізімге кіретін дәрілер, жаңағы не қылатын дәрілердің шайыстың түспегендіктен сондықтан сұранып отыр. Өзімізде сіздерге үнемделген қаржының есебінен алуға сұрап отыр. Ары қарай біз управление здравоохранения хат жаздық республикаға бәрін жаңағы 15 препарат, который не входит в гарантированный объем, но жаңағы не отхор арқылы алынады. Соның құрамына 16 жыл кіргізілді деген хат жолданды. Ол келесі жылы бәрі шешіледі. Биылша адамның өмірін сақтап қалу үшін бала жас жігіт қой ол. Осы препараттан бастап ештеңе болмайды. Но ол жаңағы біз айтқанымызша республиканский формуляр соған кіреді. Қосымша сөйлейтіндер бар ма? Ұсыныстарыңыз бар ма? Екі азизам, тағы бір сұрақ. Мына Серік Нұрқадырович отыр. Ол сіздерге де айтып беретін шығар. Бізде мәслихаттың шешімдері шыққанда бізден кейін біраз уақыттан кейін прокуратура тексереді. Содан кейін жасыратыны жоқ, біздің шешімдер заңсыз деген біраз сондай шешімдерді күші жойылсын деген бізге сондай бұйрықтарды берілген болған. Соны ертең бұл қайшы келіп ертең прокуратурадан сондай келсе, сонда не істейміз сонда? Ақшасы кетті қалады сонда. Мен айта кетейін. Сонда мүмкін прокуратурадан солардан сұрау керек па мүмкін? Олар мен жаңағы Мейрам Берсалинұлының несін оқыдым, ол жақта я деп жазған жоқ, жоқ деп жазған жоқ. Өздерін көріңдер, өздерін қараңдар деп жазғанда, сонымен қазір жасыратыны жоқ, мәслихаттың шешімі шешілді, соған байланысты біз сатып алдық деп ертең олар айтады. Бізде жаңағы айтқандай коллективный решение приняли дегенге соған байланысты бізде жауап беретін адам болмайды. Ертең сондай шешім шықса не істейміз сонда? Кім ақшасын қаражатын кім қайтарады? Өте орынды сұрақ көтердіңіз. Әрине біздің кез келген шешімдер, мәслихаттың шешімдері бұл әділет министрлігінде, одан кейін біздің әлеуметтік сайттарда жаңағы прокуратураның құзырында міндеттерде қаралып тексеріледі заңдылығы. Егер де заңға сәйкес болмаса, бұл шешімдер сотқа беріліп, сот арқылы шешімдердің құзыреттілігі жойылады. Сондықтан ондайға бармас үшін енді қай шешім шығарудың алдында заңға сүйенуіміз керек. Ал енді мына жағдайда бюджеттік комиссияда біз экономикамен де бұл мәселені талқыладық. Негіз жоқ заңда. Енді басқарманың әрине түсінікті біздің шешімді негізге алып, ары қарай дәрі-дәрмек алуға опция жұмыс жасап жатыр. Дегенмен де біздің шешім шығаруға бір нақты заңды шешім болмағандықтан, ол енді депутаттар тарапынан шешім ертең заңсыз болып шықса, ол сотпен қайтаруы мүмкін. Ондай риск бар. Бірақ құзыретті біз жаңа айтып отырмыз, талқылау барысында экономикаларда, тексеру комиссиясында, тиісті мекемелерде, бюджет комиссия, тұрақты комиссия мүшелерімен талқыланды. Ешқандай негіз болмады. Басқарма тарапынан нақты бұл мәселеге бізге байланысты заңның аясында шешілетін нәрсені көрсетпеді. Бұл еді
Прокуратурадан не аласыздар? Здесь, смотрите, 12 Құрметті депутаттар, біз осы тұрақты комиссияда жаңа айтылған азаматтармен бәрінен қарадық қой. Сол кезде жаңа басқарма басшысы Мираш Ләззат Мирашына да өзі айтты, бізге қандай ұсыным болса да жоқ десеңіздер, жоқ деңіздер, онда біз өзіміздің ішкілік жаңағы экономиканы пайдаланып өзіміздің құзыреттілігімізбен барамыз деп. Ол кісі оған нарушениеге кетсе, ол кісілер жауап береді. Сонда бұл жердің екі жақтығы отыр. Біз де шешім шығарсақ, бұл заңсыз болады. Сіздер алсаңыздар да заңсыз болады. Сонда ертең әйтеуір бір мекеме бұның алдында жауап беруге тура келеді. Жаңағы тексеруден кейін прокуратура бәрі бұған жаңа наразылық беретіндік белгілі отыр. Өйткені тексеру комиссиясынан, бюджеттік басқармадан жаңа экономика мен қылмыстық анализ жасатқыздық. Бір емес, біз екі рет отырысқа келдік. Өйткені адамның тағдыры бізге өте орынды, көмектескіміз келеді, бірақ заң аясынан ұзақтап кете алмай отырмыз. Сондықтан да жаңа ұсыныстарымыз халық қорға жазу мәселесі, тағы да басқа да жолдармен қарастыруға тура келеді. Егер де шешім қабылдайтын болатын болсақ, осы жердегі бүкіл депутаттарға ертең жаңағы прогресс кесе тағы да ұятты болады. Осы жағын ойланып, дауыс бергенде ойланасыздар. Прокуратурамен Жоқ, прокуратура экспертный некий не беретін, закон беретін орган емес қой. Бұл жерде жаңағы здравоохранение өз-өзін дәлелдеу керек, осындай жаңағы ережелер бар, нелер бар. Біз берген барлық заң жаңағы нормаларын қолданысқа алу керекпіз. Бұл жерде жаңағы ГУГНП дейді ғой, гарантированное обеспечение. Можем предоставить дополнительно на ГУГНП дейді тұр. Но ГУГНП мы не можем расширить перечень на лекарственные средства. Именно ГУГНП-ға қосымша біз солай түсіндік. ГУГНП-ға қосымша бере аламыз. Бірақ бұл кісілер именно ГУГНП-ның сыртында тұрған дәрігерлер, ГУГНП-ның перечинде, несінде, тізімінде бұл дәрігерлер жоқ. Кешіріңіз, мен айтып кетсем бола ма? Бізде жалпы ГУГНП деген это гарантированная бесплатная медицинская помощь. Конституцияның 29-ші бабымен бекітілген әрбір адам, азамат, имеет право. То есть здесь лекарственные препараты не обеспечиваются. Онкология, онкологическое заболевание – это ГУГНП. То есть бізде барлық нелер, мысалы препараттар ГУГНП кірмейді. Шынымен, өйткені бұл адам ағзасы қабылдамай тұр да сол препаратты. Бұл препарат қымбат болған соң, бұл сол перечень именно лекарств соған кірмей тұр. А сама случай является ГУГНП. 12 статья. ГУГНП тізімі бар ма бекітілген? ГУГНП я бар. Тізімнің ішінде сіздің дәрі-дәрмегіңіз бар ма? Ол аурулар бойынша по виду медицинской помощи ГУГНП. Он имеется в перечне. Онкология входит в ГУГНП. Вы можете мне кратче ответить? Он входит в перечень лекарственных средств, предусмотренных ГУГНП? Перечень лекарственных средств не регламентируется ГУГНП. Вы можете мне ответить? Ну, такого списка нет, но... Вы же сами бізге хат қолдадыңыз ғой, ол ГУГНП-ның ішінде жоқ деп. Вид онкология, она лечится через ГУГНП. То есть это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Но в перечне... Нақты сұрақ қойған сияқты едім, рахмет. Жарайды, ұсыныстар бар ма, депутаттар? Қандай ұсыныстар бар? Мүмкін заң бұзушылыққа бармай, мүмкін бір қор ашып, өзіміз асап жасап жинасақ болады ма? Бізде осыған ұсыныс бергеніміз қандай жолдар бар? Біз енді көмектеспейміз деп жатқан жоқпыз. Басқа да заңды жолдар бар шығар. Может быть, жаңағы совет арқылы басқа да мүмкіндіктер қарастырыңыздар. Бұл кісілерде өздерінде экономия бар ғой? Бар ғой экономия? Өздеріңіз беріңіздер. Экономия бар. Мен түсіндірейін. А бізден енді для страховки біздің жаңағы немізді алуларыңыз келіп тұр. Бізде де нақты пункт бар ғой. Сіздердің кодекстеріңіздегі біздің компетенциямыз бар. Компетенция мен сіздерге оқып бердім. Бұл енді менің ғана ойым емес, жаңағы Мира Мирзанович, өз ойыңызды айтыңызшы. Құрметті депутаттар, менің қатысушылар, сіз жаңа қайта өзіңіз қатыспадыңыз ғой, 4 отырыс болды. Алматыда болды, осы жерде 3 рет болды. Тізім бар, тегін дәрі-дәрмек. Ол тізімге ол дәрі кірмей тұр. Екіншіден, сіздердің айтып отырғандарыңыз
Қазақстанда ол дәрі-дәрмекті қолдануға рұқсат деген тізімде бар ол Қазақстанда. Бірақ та ол бюджеттен тегін алып беретін дәрі емес. Оны жаңағы қордан ала ма, или ағайын сала ма, или өз сатып ала ма, бірақ та врачтың, дәрігердің назначениесінен кейін ол дәріні қолдануға болады деген бар. Как он? Формуляр ма? Соған кіреді. Ал жаңа сіздер айтқан 196 статьяда, жаңа оқыдыңыз ғой, 196 статьяға ол кірмейді, тізімде жоқ ол. Ол жерде қарамен жазып тұр қандай дәрілер кіреді, қай уақытта болады. Және де сіздердің ұсынып отқан жағдай, жаңа қағазат қайтып сол айналып келіп айтырмыз ғой. Депутаттардың құзырына, представительный орган құзырына, не депутаттардың представительный құзырына сол тегін дәрімектерді тағы да дополнительно алуға, қосымша алуға құзыреті бар. То есть шешім шығарып береді. Мысалы бір науқасқа 10 аналогин назначить етті. Бірақ та 10 аналогин бітіп қалды да, тағы 5 аналогин керек болды. Болмаса 10 аналогин әсер етпейді, онына 5 кетанал дополнительный назначение тізімде бар. Соған қосымша шешім шығарып береді ақшаға дополнительный. Ал сіздер айтып отқан бізде үнемделген ақша, ол үнемделген ақшаны сіз негізі бюджеттің принциптері бойынша қайтарып беруіңіз керек. Бюджеттен соны қайтып бөлу керек. Ал жаңағы бюджеттен қазір сіздер үнемделген ақшаны жарату үшін бәрібір сіз неге обращать етіңіз бюджеттің принциптері бойынша. Сол ғой сіздердің айтқан. Айналып келгенде заңға қайшы келеді. Рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, облыс органдары өкілдерінің мәслихат шешімі бойынша кепілдендірілген тегін медициналық көмекті қосымша қамтамасыз ету бағдарламасы, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 142 дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу, ерекшелігі бойынша өткізілген сатып алудан үнемделген 20.489.000 теңгеге полутузумаб видатин дәрілік препаратын алуға нақты заңды негіз жоқ болғандықтан, аталған дәрілік препаратты алуға келісім берілмейді деген ұсыныс айтылды. Мәселен, дауысқа саламын. Қарсы бір адам. Басым бөлігімен жаңағы шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер толық қаралып тиісті шешімдер қабылданды. Қорытынды сөз Алматы облысы әкімінің орынбасары Құдайберген Нұржан Кеңесұлына беріледі. Құрметті депутаттар, сіздердің қарауларыңызға ұсынылған екі сұрақ бойынша Алматы облысы Қонаев қаласының шекарасын өзгерту туралы, Алматы облысының әкімшілігі Алматы облысының кейбір мәселелер туралы шешімдерді қолдағандарыңызға рахмет айтқым келеді. Бүгін үкімет отырысы болды. Үкімет басшысы осы жұмысты айтып кетті. Қаланың құрылуы бұл тарихи кезеңде, біз барлықтарымыз тарихи кезең уақытында отырмыз. Ол кісінің айтуынша қала тез дамып, жаңағы бүгінгі шетелде де салып отыр, Дубай, Катар, сол сияқты қалалардың деңгейіне жетуіне бүгін осы тілек білдірді. Барлық жаңағы бюрократия деді ол біздің қосырғандардың тарапынан. Соның барлығын алып тастап, Алматы облысына барынша қолдау көрсетуге бүгін министрлардың бәрін шақырды. Министрлардың бәрі осы ұсынысты қолданды. Мен ойлаймын 17-20 жыл күттік. Бір жылда сіздердің қалаңызда талай жұмыстар істеліп жатыр, шешімдер қабылданып жатыр. Список құрметті депутаттар. Сіздермен бірлесіп, осы Алтау қаласының құрылуына, жаңағы құрылыстардың салынуына, олардың пайдалануына, халықтың игілігіне, пайдалануға, білдіруіне дейін жұмыс істеуге сіздермен бірге мен ойлаймын жұмыс істейік деп. Рахмет сіздерге. Рахмет, Нұржан Кеңесұлы. Құрметті әріптестер, бүгін қабылдап отырған шешімнің маңызы зор. Бұл өңіріміздегі бой көтерген Алатау қаласының қалыптасуына жасалып жатқан ауқымды жұмыс. Атсалысып қолдау білдіріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Осымен кезектен тыс 9-шы сессия жұмысын жабық деп жариялаймын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Дәулет Жамалбеков, сіздің ұсынысқа келісемін. Жаңағы тағы өзіміздің чатта бір талқылап көмектесейік, мүмкіндік бар болса. Мен айттым ғой, бір қор ашайық, қорға сізге кім қанша қосылады, қосайық. Recording stopped.